Ақтөбе облысында ерлі-зайыптылардың қазасына қатысты іс тоқтатылды. Ақтөбе облысында өткен жылдың қараша айында қала сыртынан өлі күйінде табылған ерлі-зайыптылардың ісі бойынша тергеу тоқтатылды. Алғашқы нұсқа расталды. Ер адам әйелін өлтіріп, кейін өзіне қол жұмсаған. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Қайғылы оқиға 2025 жылдың 20 қарашасында болған. Сол күні таңертең жұбайлар ет алуға базарға шыққан. Кейін олардың мәйіттері Ақтөбе қаласының сырт жағынан табылды. Сот материалдарына сәйкес, ер адам Богослов тас жолымен келе жатып, көліктің ішінде жұбайымен жанжалдасқан. Тергеу нұсқасы бойынша ол көлікті тоқтатып, ас үй пышағын алып, артқы орындыққа отырған. Әйелін етпетінен жатқызып, сол аяғымен арқасынан басып тұрып, мойнын бірнеше рет тілген. Нәтижесінде әйел ауыр дене жарақаттарынан көз жұмған. Одан кейін ер адам жолай арқан сатып алып, автокөлігімен өндірістік цех ғимаратына барған. Сол жерде жабдыққа көтеріліп, өзін өзі асып өлтірген. Ер адамды мұндай қадамға не итермелегені соттан нақтыланбады. Марқұмның адвокаты Қылмыстық процестік кодекстің 35 бабы 1 бөлігі 11 тармағына сәйкес айыпталушының қайтыс болуына байланысты істі тоқтатуды сұраған. Прокурор бұл өтінішті қолдады. Сот қылмыстық істі тоқтату туралы қаулы шығарды. Қадірлі көрермендер, осындай жаңалықтарды оқығанда шынымен де жүрек ауырады. Бір отбасының тағдыры осылай қайғылы аяқталғаны өте өкінішті. Қандай жағдай болса да, адам ашуға беріліп, мұндай қадамға бармауы керек еді деп ойлайсың. Бір сәттік жанжал үлкен трагедияға айналып кеткен сияқты. Отбасы ішінде түсініспеушілік болып жатады, бірақ оны сабырмен, ақылмен шешкен дұрыс. Өкінішке қарай мұндай жағдайдан кейін ештеңені өзгерту мүмкін болмай қалады. Ең қиыны артында қалған туыстары мен жақындарына ауыр тиетіні. Бұндай оқиғалар қоғамға да сабақ болса екен. Адамдар ашуын тежеп, қиын сәтте біреумен ақылдасып, көмек сұрауды үйренсе жақсы болар еді. Ең бастысы, мұндай қайғылы жағдайлар қайталанбаса екен деп тілейсің.